Құрметті менің тыңдармандарым, бүгін мен сіздерге «Жарық сәуле» атты әңгімені ұсынамын. Бұл әңгімеде Айбар есімді кедей отбасынан шыққан жігіттің басынан өткен оқиғалары жайында. Әңгіме өте қызықты, соңына дейін тыңдаңыздар. Ұнаса парақшама тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Алдын ала рахмет сіздерге. Жарық сәуле. Кішкентай ауылда Айбар есімді жас жігіт өмір сүрді. Ол өте ақылды, еңбекқор әрі арманшыл еді. Оның ең үлкен арманы үлкен қалаға барып инженер болу. Бірақ оның отбасы кедей еді. Және олар Айбардың білім алуы үшін ақша жинай алмады. Айбар күндіз ауылдың жұмысын істеп, түнде оқулықтарды өз бетімен оқитын. Бір күні ол өз арманына жету үшін үлкен қалаға баруға бел байлады. Ата-анасы оны қошеметпен шығарып салғанымен іштей уайымдады. Айбар қалаға келгенде оның қалтасында аз ғана ақша болды. Ол университетке құжат тапсырды, бірақ ақшасы оқу ақысын төлеуге жетпеді. Сол кезде ол әртүрлі жұмыстарды істеуге кірісті. Күндіз құрылыс алаңында жұмыс істеп, түнде кітапханаға барып оқыды. Бір күні кітапханада отырып, Айбар байсалды көрінетін қариямен танысты. Қария оны байқай жүріп, «Балам, сен бұл жерге жиі келесің. Неге мұнша тырысып жүрсің?» деп сұрады. Айбар оның көзіне қарап, «Менің арманым инженер болу, бірақ менің ақшам аз. Сондықтан көп еңбек етуім керек» деді. Қария оның батылдығына тәнті болды. Ол Айбардың арманына жетуіне көмектесу үшін ақыл кеңес беріп, кітаптар мен материалдар табуға көмектесті. Екеуі жақын дос болып кетті. Бірақ өмір оңай болмады. Бір күні Айбар қатты ауырып, ауруханаға түсті. Оған жұмыс істеуге тыйым салынды. Ал оның оқу ақысын төлеуге еш мүмкіндігі болмады. Сол кезде қария оған үлкен көмек көрсетті. Ол Айбарды өз қамқорлығына алып, оның оқуын төледі. Айбар дәрігерлердің ескертулеріне қарамастан оқуын жалғастырды. Жылдар өткен соң ол өзінің арманына жетіп, табысты инженер болды. Ол ауылына оралып, сол жерде үлкен көпір салып, ауыл тұрғындарына үлкен жақсылық жасады. Бірақ Айбар үшін ең үлкен сый оны бала кезден қолдаған ата-анасының мақтанышы мен қарияның сенімі болды. Қария оған, «Балам, сен тек өз арманыңа жеткен жоқсың. Сенің табандылығың мен еңбекқорлығың менің де жүрегімді жылытты. Енді сен өзің сияқты жастарға үлгі бол» деді. Айбар өз өмірін өзгелерге көмектесуге арнап, көптеген студентке гранттар тағайындап, олардың болашағына жол ашты. Ол үнемі бір сөзді қайталайтын: «Арман тек оны жүзеге асыруға сенгендерге ғана беріледі» деп. Армандаңыздар, достар. Армандар орындалады. Рахмет әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңызға.